новый газель Next автокөлігіне электрические устройство дверей. Так, мына есікті пультпен ашылып, өзі жабылатын қылайын деп жатыр. Так, соның қазір видео инструкциясы болады. Қалай жалғауға болады, проводтарын қайда жалғаймыз, блокты қайда жалғаймыз. И сосын бұл блокта мынандай пульт орналасқан, біреуі ашуға, біреуі және жабуға. Осының бәрінің установкасын қазір по частям түсіндіретін боламыз. Неге десеңіз, интернетте орысша роликтер бар, бірақ қазақша роликтер ондай көп кездеспейді. Так, қазір мына жердегі шыққан мына блоктың тоқтары қайсысы қайда жалғанады, оның бәрін по частям түсіндіретін боламыз. Чтобы сізге осы видеороликті көргеннен кейін өзіңіз самостоятельно осының бәрін жалғап қондырып алуыңызға мүмкіндігіңіз болады. Көк ақ полосасы бар және көк жуан проводтардың өзі мына главный затқа келеді, мына моторчиктің өзіне келеді. Сосын бұл жерде тағы да бір штук қара түстегі провод бар. Қара түстегі провод бұл бізде массаға кетеді, ол әрі қарай кабельдің ішінде сұр болып жалғасып кетеді. Так, солардың бәрін жалғаған кезде пока что демонстрационный версия міне бір көрсететін боламыз. Электропривод салғанда бір кішкене сіздерге қиындау болатын жері, мына бір жақтың селенкісін полный шешесіз, мына жақтың стенкісін полный ақтартып тастайсыз. Мынаның бәрін өзіңіз регулировка қоясыз, өзіңіз тесіктесесіз там. И сосын мына жүретін приводтың рельсінің өзін өзіңіз өлшеп, сол бойынша кесесіз. Оның өзінде қатырмай тұрып есікті жауып ашып қарайсыз. Так, келесі кезекте енді блокты орнату. Келесі кезекте бізде блокты орнату. И сосын, так, кеттік енді мына проводтардың сізге қайсысы қайда жалғанатындарын түсіндірейін. Так, мына ең бірінші бізде кездесетіні бұл жерде қызыл мен қара түстегі проводтар. Қызылды біз плюске жалғаймыз, қараны біз корпусқа минусқа жалғаймыз. Так, сосын одан кейінгі жуан проводтар көк, и сосын көк ақ полосасы бар проводтар. Так, бұл екеуі есіктің моторчигінен. И содан кейін мына жерде сұр провод кездеседі. Так, сұр провод бізде есіктің электромагнитіне ашылған моментінде магнитный полюс тоқтату үшін. Так, одан кейінгі бізде мына қоңыр түстегі провод. Қоңыр түстегі провод бізде есіктегі толкательге баратын провод. Так, содан кейін мына жерде ақ және оранжевый проводтар бар, и сосын қара түстегі провод бар. Бұл үшеуі бірге кнопкаге. Ақ провод кнопканың қызыл освещениесіне, мына оранжевый провод блок управлениеге, есіктің ашылуына, жабылуына сигнал беретін проводтар. Так, мына қара бізде общий ГНД дегеніміз массу. Так, в общем, осылай есік ашық тұрған кезінде мына жерде қызыл свет жанып тұрады, есік жабық кезінде бұл свет сөнбейді. Вот так. В общем, мәселе осылай. Бәріңізге түсінікті болса, енді келесі кезекте главный тоқтарды қай жерге жалғайтынымызды көрсететін боламыз. Значит, айтқанда дополнительный бір зат көлікке жалғайсыз ба, сіз мына көліктің өзінің штатный тоғын қолдан келгенше білдірмеуге тырысыңыз. Потому что сіздің жалған дополнительный опцияңыз уақыттың өтуімен ол заводтың затындай болмайды. Күндердің бір күнінде отказ береді ол. Сол кезінде сізге мына заводской өзінің штатный тоғын білдіріп жатпай, тек қана бергі жақтағы жалғанып тұрған заттан алған кезде уже сіз кез келген уақытта доп оборудованиені ажыратып тастауыңызға мүмкіндігіңіз болады. Ал көп жерде электриктерге барасыз, олар келеді, основной тоқты қиып тастайды, патырлатып шауып тастайды, сонымен сөйтіп келесі одан кейінгі электриктерге барған кезде уже олар соманы заряжать етеді. Неге десеңіз, уже оның алдындағы электриктер уже ана жерді білдіріп бытышын шығарып кеткен, уже оның бәрін восстановить етуге уже қайтадан зат етеді. Көбісі мына электрикке ремонтқа келеді, ойбай менде анау жасап тұр, ойбай менде мынау жасап тұр. А самом деле олардың қалай жалғанып тұрғанын ешкім де білмейді. Оны тек алдыңғы сіз барып кеткен электрик қана біледі. Сол жағында айтам, көбінесе айтам, қолдан келгенше штатный өзінің тоғын білдірмеңіздер. Біз қазір мына центральный, то есть вдвижной есікті замок зажиганиенің проводына жалғап жатырмыз да. Так, замок зажиганиенің проводына жалғағандағы плюсіңіз, сіздің кез келген уақытта замок зажиганиені ауыстырған кезде қайтадан замок зажиганиенің проводына жалғап жіберуге мүмкіндік болады. Әлде болмаса сізге ұнамай қалған жағдайда кез келген моментте осы жерден ажыратып тастауға болады. Оған бола түгел бәрін разобрать етіп шашып тастап керек емес. Вот осы жағы естеріңізде болсын. Так, тағы да ескерту, қара минус, қызыл плюс. Так, бұның өзінде 20-алық предохранитель орналасқан. При малейшем замыкании он будет срабатывать. Так, в общем, мәселе солай, кеттік ары қарай. Бәрің есік ашылғандан секіресіңдер, деп. Бүйтіп. Байдан қарап қоясың, ұнға. Сонымен секіріп болсаңдар, енді багаж жабамыз дейсің.